Біреулер Құдайдан бала тілейді. Ол баланы не қылады? Өсем орнымда бассын дейді, артымнан Құран оқысын дейді. Қартайған күнімде асырасын дейді. Осыдан басқасы бар ма? Балам орнымда бассын демек не сөз? Өзіңнен қалған дүние иесіз қалар дейсің бе? Қалған дүниенің қамын сен жемек пе едің? Өліп бара жатқанда өзгеден қызғанып айтқаның ба? Өзгеге қимайтұғын сенің не қылған артықша орның бар еді? Баланың жақсысы қызық, жаманы күйік, не түрлі боларын біліп сұрадың. Дүниеде өзіңнің көрген қорлығың аз болды ма? Өзіңнің қылған иттігің аз болды ма? Енді бір бала туғызып, оны да ит қылуға, оған да қорлық көрсетуге мұнша неге құмар болдың? Артымнан балам Құран оқысын десең, тіршілікте өзіңнің жақсылық қылған кісің көп болса, кім Құран оқымайды? Жаманшылықты көп қылсаң, балаңның Құраны неге жеткізеді? Тіршілікті өзің қылмаған істі өлген соң саған балаң кәсіп қылып бере ала ма? Ақирет үшін бала тілегенің, балам жасында өлсін дегенің. Егер де ержетсін десең, өзі ержетіп, ата-анасын тұзақтан құтқарарлық бала қазақтан туа ма екен? Ондай баланы сендей әке, сенің еліңдей ел асырап өсірмек пе екен? Қартайғанда асырасын десең, о да бір бос сөз. Әуелі өзің қаруың қайтарлық қартаюға жетемісің жоқ па? Екінші балаң мейірімді болып, асырарлық болып туа ма жоқ па? Үшінші, малың болса кім асырамайды? Малың жоқ болса қай асырау толымды болады? Баланың мал табарлық болары, мал шашарлық болары, ол да екі талай. Хош, Құдай тағала бала берді, оның өзі жақсы асырай білесің бе? Білмейсің, бұрынғы өз күнәңді өзің көтегеніңмен тұрмай, балаңның күнәсіне тағы да ортақ боласың. Әуел балаңды өзің алдайсың, әне, оны берем, міне, мұны берем деп. Баста балаңды алдағаныңа бір мәз боласың, соңына балаң алдамшы болса кімнен көресің? Боқта деп, біреуді боқтатып, кәпір қияңды осыған темеңдерші деп, оны масаттандырып, әбден тентектікке үйретіп қойып, сабаққа бергенде молданың ең арзанын іздеп, хат таныса болады деп, қу сұм бол деп, пәленшенің баласы сен сыртынан сатып кетеді деп, тірі жанға сендірмей, жат мінез қылып, осыма берген тәлімің. Осы баладан қайыр күтесің бе? Және мал тілейсіңдер. Неге керек қылайын деп тілейсіңдер? Әуелі Құдайдан тілейсің. Құдай берді, бергенін алмайсың. Құдай тағала саған еңбек қылып мал табарлық қуат берді. Ол қуатты халал кәсіп қыларлық орынға жұмсаймысың? Жұмсамайсың. Ол қуатты орнын тауып сарып қыларды білерлік ғылым берді, оны оқымайсың. Ол ғылымды оқыса ұғарлық ақыл берді, қайда жібергеніңді кім біледі? Ерінбей еңбек қылса, түңілмей іздесе, орнын тауып істесе, кім бай болмайды? Оның саған керегі жоқ. Сенікі біреуден қорқытып алсаң, біреуден жалынып алсаң, біреуден алдап алсаң болғаны, іздегенің сол. Бұл Құдайдан тілеген емес, бұл абыройын, арын сатып адам жаулағандық тіленшілік. Хош, сөйтіп жүріп ақ мал таптың байыдың, сол малды сарып қылып ғылым табу керек. Өзіңе табылмаса балаң тапсын. Ғылымсыз ақирет те жоқ, дүниеде жоқ. Ғылымсыз оққан намаз, тұтқан роза, қылған қаж, ешбір ғибадат орнына бармайды. Ешбір қазақ көрмедім, малды иттікпен тапса да адамшылықпен жұмсаған. Бәрі де иттікпен табады, иттікпенен айырылады. Бейнет, күйігі, ызасы, сол үшеуінен басқа еш нәрсе бойында қалмайды. Барында баймын деп мақтанады, жоғында маған да баяғыда мал бітіп еді деп мақтанады. Кедей болған соң да қайыршылыққа түседі.